Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Достар, сіздер Азамат Исқақов YouTube каналындасыздар. Біз апта сайынғы 18-20 минуттық ғылымға негізделген подкасттарымызды жалғастырудамыз. Бүгінгі тақырып ұйқы туралы. Біз ұйқыға қатысты жасап жүрген 5 қате деп айтайыншы. Ұйқыға қатысты жасап жүрген 5 қате. Енді мен ұйқының маңыздылығын айтудан жалықпаймын. Бұл мәселені барлығы реттеп алса екен деп ойлаймын. Мен өзім реттей алдым. Енді тура осылай басқа адамдарды реттей алса екен деймін. Өйткені ұйқының маңыздылығын менде ана жерде бір 10-нан астам кітап бар тек ұйқы туралы. Мен барлығын оқығанда одан да көп кітаптар бар негізі ұйқы туралы. Маңыздылығын түсінесіз. Елемей жүргенімді түсінемін мен. Мәссаған осыншама маңызды ма деп. Енді осыған қатысты, мысалы кейбір кезде сіз 8 сағат ұйықтаған болсаңыз да, басыңыз ауырып тұруы мүмкін, шаршаңқы болып оянуыңыз мүмкін. Білмеймін, таңертең кофесіз күніңіз басталмайтын болуы мүмкін, қанша күшті ұйықтадым деп ойласаңыз да. Енді бұл жерде өте маңыздысы ұйқының саны емес, сапасы. Бәлкім 8 сағат емес, 7 сағат ұйықтаған болуыңыз мүмкін, бірақ ұйқыңыз сапасы мықты болса, ол жеткілікті. Тіпті ғалымдар 6 сағат өте сапалы ұйқы жеткілікті деп айтады. Енді осы сапаны бұзатын 5 нәрсе. Ол қандай? Біріншісі, ұйқыны кешке басталады деп ойлау. Үлкен қате. Ұйқыны кешке басталады деп ойлау. Ұйқы тек кешке ғана басталатын процесс емес. Біздің күніміз түніміздің айнасы, түніміз күніміздің айнасы. Күніңіз қандай сапалы болса, түніңіз сондай сапалы. Ұйқыңыз қандай сапалы болса, күндіз сіз сондай сапалысыз. Екеуі бір-бірінің айнасы. Енді қалай бұл? Ұйқы кешке басталады демесек, онда ұйқы таңертең бастала ма? Иә, дәл солай. Біздің мелатонин гормонымыз таң ертең жинала бастайды. Біз оянғаннан бастап жинала бастайды. Енді біздің ағзамызда циркадный биоритм деген бар. 2017 жылы осы тақырыпты зерттеп ғалымдар Нобель сыйлығын алды. Циркадный биоритм деген біздің ішкі сағатымыз. Біздің денеміз нақты біледі, қаншада оянатынымызды, қаншада ұйықтайтынымызды, қаншада тамақ жейтінімізді, барлығы нақты белгілі. Циркадный биоритм. Енді осы циркадный биоритмдардың реттіп жұмыс істеуі бұл таңыңыздың дұрыс басталуынан. Таңертеңгі, жаттығуыңыз, таңертеңгі іс-әрекеттеріңіздің барлығы осы циркадный биоритмнің реттелуіне әсер етеді. Бұны менсінбеуге болмайды. Сіз біліңіз, ұйқы мәселесі кешке басталмайды, ұйқы таң ертеңнен басталады. Сіз күніңізді қандай сапалы өткізесіз, ұйқыңыз тура сондай сапалы болады. Екінші мәселе күннің сәулесін елемеу. Енді қызығы алысқа бармай қояқшы, біз 100 жыл бұрын артқа қалай болды екен? Өмір салты. 100 жыл бұрын, 60 жыл бұрын артқа барыңыз. Өмір салты қалай болды екен? Байқайсыз ба, көп уақыт қараңғы болды. Елестетіп көріңізші, мысалы, май шаммен отырады адамдар, болды, жап-жарық болмайды. Мынандай LED жарқырап тұрған сәулелер жоқ. Тек май шам бар. Оның қаншалықты жарық қылады ол? Және бүкіл барлық жер жарық қыла алмайды ол. Осы жерді бәлкім осы кітаптың айналасын жарық қыла алады деген сияқты. Оған дейінгі 200 жыл бұрын мүлдем қараңғы болды. Сол кезде біздің циркадный биоритміміз де күшті жұмыс істеді. Өйткені қараңғы болды. Қараңғыда біздің ағзамыз демалады. Күн шыққан кезде жұмыс істейді. Сондықтан осы қараңғы мәселесін біз өзіміз циркадный биоритм дұрыс болу үшін күн сәулесін елемеуге болмайды. Таңертең күн сәулесін соткадан алмауыңыз керек жарықты. Теледидардан алмауыңыз керек, таңертең сіз күннің сәулесінен циркадный биоритмді реттеуіңіз керек. Енді біздің миымызда супрахиазматическая система деген нәрсе бар. Супрахиазматикалық жүйе, қазақшасы. Супрахиазматикалық жүйе күн сәулесіне қарай реттейді бәрін.
күн шықты ма біз өте активный болуымыз керек дейді. Біз жаңағы шешім қабылдауға бағытталуымыз керек дейді. Күн бәсеңдеді ма, ұйқыға дайындалуымыз керек деді. Сондықтан таң ертең егер күніңіз өте сапалы басталған қаласаңыз, жаңағы энергияңыз тасып тұрған қаласаңыз, сізге өте көп күн сәулесі керек. Қазір тіпті керемет жаз ғой. Күн ерте шығады. Шығыңызда қазір тіпті Алматыда 4-тен 12 кеткенде күн шығады. Таң намазын оқып алыңыз да, шығыңызда бір жарты сағат серуендеп қайтыңыз. Ағзаңыз сізге үлкен рахмет етеді. Супрахиазматикалық жүйеңізге күн сәулесін көрсетіп тұру керек. Осы кезде біздің циркадный биоритм реттеледі. Окей, түсіндік. Үшінші мәселе кофеин. Ұйқының сапасына қатысты. Кофеин былай, кофе. Таңертең кофесіз ұйқыңызды аша алмайтын болсаңыз, тыңдауыңыз керек. Кофе біздің сергек қылмайды. Кофе бізді басымызды қатты жұмыс істетпейді. Кофе пайдалы, бірақ басқа бағыттарда пайдалы. Токсиндерді шығарады, сондай қанды сұйылтады деген сияқты мәселелер бар, Бірақ кофеин біздің ағзамызда аденозин деген гормон бар. Аденозин гормон менің ағзамның шаршағандығы туралы миыма хабар беретін гормон. Аденозин таңертеңнен бастап жиналады. Жиналады. Енді кеш болған кезде аденозин тың деп сигнал береді. Біз қатты шаршадық, ағза қатты шаршады, жүйелер, системалар сигнал береді, сонымен аденозин келеді, сигнал береді, біз содан кейін демалуымыз керек. Кофеин не істейді? Кофеин аденозин гормонын тоқтата тұрады, блокирует етеді, жоқ қылып жібере алмайды. Тек мидың ол аденозинді қабылдау жүйесін бәсеңдете тұрады. Бірақ аденозин жиналуын тоқтатқан жоқ. Ол онсыз да жиналып жатыр. Ол ақырында миымызға келіп хабар беру керек еді, ол біз алдыда блок қойып қойдық. Бірақ ол жиналады бір кезде кофенің әсер күші кеткен кезде борқ етіп барады. Сол үшін бізде кейбір кезде мынандай откат болады. Кофе ішіп алдық, бір жарты сағат 40 минут күшті бір жұмыс істедік, жаздық, оқыдық, зерттедік, үйттік, бүттік, бірақ бір кезде бірден қатты шаршап қалдым. Ұйқым тіпті тез ұйықтағым келіп кетті. Бұл ненің мәселесі? Бұл кофеиннің мәселесі. Енді оған қоса тағы да ескеру керек мәселе. Кофеин менің қанымда 8 сағат айналады екен. Тіпті зерттеулерге сүйенсек, 8 сағатта менің қанымдағы кофеин 50%-ға ғана азаяды. Онда мен кофеин ішіп алсам кешке 6-да, 7-де, ұйықтар алдында ішетін кісілер бар, өкінішке орай. Кофеин менің қанымда 8 сағат болған үшін, сіз ұйықтап қалуыңыз мүмкін, ұйықтай алмай қаласыз деген айтпаймын. Бірақ ұйықтаған күннің өзінде қаныңызда кофеин болғаны үшін сіздің ұйқыңыздың сапасы әлсірейді. Өйткені терең ұйқы фазасына баратын күш жоқ. Терең ұйқы фазасына бара алмайсыз. Ұйықтап кеткеннен бір түнгі 3-4-ке дейін былай жеңіл ұйқы фазасында боласыз да, одан кейін ғана терең ұйқы фазасына түсесіз. Терең ұйқы фазасында уақыт аз болып қалған үшін сіздің ұйқыңыз сапасыз болады. Сөйтіп сіз таңертең шаршаңқы оянасыз. Сондықтан кофеин мәселесін мен кофе мүлдем ішпеймін. Андай өзіме тыйым салғаным үшін емес, білмеймін, тартпай қалды. Мынандай ақпараттарды зерттегеннен кейін іше алмаймын емес, бірақ тартпайды. Анда-санда бір ішіп көрейінші деймін, бірақ тартпайды. Сонымен шай ішемін. Шайдың өзін кешкі 4-тен кейін ішпейміз. Түстен кейін тоқтатыңыз барлығын. Шай, кофе, құрамында кофеин бар нәрселерді тоқтатыңыз. Достар, мен подкасттарда бөлісіп жүрген ақпараттарды тереңірек жеке тоқталғыңыз келсе, міндетті түрде сіз мына кітаптарды оқуыңыз керек. Сен кітабы 2023 жылы шықты, бестселлер кітап атанды, және жылдың үздік кітап номинациясын ұтып алды. Ішінде ми туралы, жоспарлау туралы, ұйқы туралы, әдеттер туралы күшті айтылған бүкіл ақпараттармен. Екінші, мен кітабы психология туралы, еріншектік туралы, қорқыныш туралы, неге мен істей алмай қалдым, неге мен сөйлесе алмай қалдым, неге мен тастап кеттім деген тақырыпта, психологиялық тақырыпта күшті бір зерттеулер қамтыған кітап 2024 жылы шықты. Үздік кітап атанды, бестселлер болды. Осы екі кітапты қазір алған кісілерге біз 12 курсты тегін беріп жатырмыз. Төмендегі сілтемемен міндетті түрде өтіп, мына кітаптарды алғаңыз. Кезінде 780 мың теңгеге сатылған ақпараттарды біз қазір тегін беріп жатырмыз. Келесі мәселе 4-ші ғой деймін, адаспасам.
Бұл ұйқыға жарықпен бару. Жарықпен бару дегенім не? Ол былай. Біз жатардан 2 сағат бұрын, мүмкін болса одан да көбірек уақыт бұрын, жан жағымыздағы жарық сәулелерді азайтуымыз керек. Бірақ бағана айтқанымдай, бұған дейінгі біздің өмірімізде көп қараңғылық болған, тікелей мағынасында айтып отырмын. Ал қазір бізде теледидар бар, ноутбук бар, айпадыңыз бар, төсекке дейін алып бара алатын. Тура тағы бір мүшеміз сияқты, сотка қаз жабысып қалған қолымызға деген сияқты. Бұның барлығы жарық. Менің көзіме жарық сәулесі түскен кезде ми, жаңағы супрахиазматикалық жүйе әлі күн батпады деген сигнал береді. Әлі күн батпады, ұйықтамау керек. Енді супрахиазматикалық жүйе әлі күн шығып тұр деген кезде ол не істейді? Жаңағы мелатониннің бөлінуін азайтады. Ал мелатонин бізге не үшін керек еді? Ол күні бойы табиғи жолмен жиналып, аденозин, жаңағы мелатонин. Енді бұл түнде менің ағзамды емдеу керек еді. Былай тырнақшаның ішінде емдеу керек еді. Бірақ мен күннің сәулесінде бар деп көрсеттім ғой көзіме. Болды, ұйқы кейінге шегеріледі. Енді бұл күнде осылай жалғаса берсе, сіздің супрахиазматикалық жүйе жаңағы циркадный биоритмді қалай реттеп алады? Түнде ұйықтамайтын қылып реттеп алады. Сол үшін арамызда кейбіреулеріміз түнде ұйықтай алмаймыз. Түні бойы тіпті жаңағы телефон көріп үйреніп қалған, білмеймін, ноутбукқа телміріп отырып үйреніп қалған, енді өмірін реттейін десе қиын. Неге? Өйткені супрахиазматикалық жүйе циркадный биоритмді солай реттеп қойған. Енді циркадный биоритмді өзгертуге болады, бірақ күннің, жарықтың циркадный биоритмі орташа есеппен 3-4 аптада ғана реттеледі екен. Сондықтан өте бұған қатал қарау керек. Әзірден бала шағасы бар кісілер, бұны сіз міндетті түрде жасауыңыз керек. Түнгі сағат 8-ден кейін үйде жарық азаю керек. Сол кезде балалар да, сіздің де ағзаңыз табиғи жолмен ұйқыға дайындалады. Байқасаңыздар, бізде бір үйлеріміз бір студия сияқты жарық қылып тастағымыз келеді ғой. Дәу люстра, 50 лампочка, одан кейін споттар, ойбай, жап-жарық қылып тастағымыз келеді. Бұл түнде болмау керек. Жарайды, таңертең бұл өте пайдалы, бірақ түнде емес. Сондықтан түнде азайтамыз. Ана европалық киноларда байқайсыз, америкалық бір киноларда, қонақ үйлерде немесе жатын бөлмелерінде ортада тіпті не болмайды, люстра болмайды. Әркімнің өзінің торшері бар. Ана кісі тіктеп жағып қойды, кітабын оқиды. Ана кісі ұйықтай беруі мүмкін. Өйткені оған қатты кедергі келтірмейді, мынау деген сияқты. Әркімнің өз торшері бар. Ана бұрышта бір торшер тұрады, мына төсектің мына шетінде бір торшер, мына төсінде бір торшер. Қатты жарық керек емес. Жатар алдында жарықты азайтыңыз. Балам ұйықтамайды, түні бойы шулап жүреді, сонымен бәріміз шаршаймыз дейтін кісілер, кешкі 8-ден бастап үйдің жарығын азайтсаңыз, көресіз, балаларыңыз ақырындап ұйқысы келе бастайды. 8-ден кейін залдағы свет сөнсін, өшсін, жарқырап тұрған светтерді өшіріңіз. Жатын бөлмелердің светтері кішкене қараңғылау болсын. Сіз ол жерде отырып жұмыс істемейсіз қой, ол жерде отырып, білмеймін, офис емес қой ол жердің лампочкаларды сәл бәсеңдетілген қараңғылау болу керек. Сол кезде менің денем табиғи жолмен ұйқыға дайындала бастайды. Бұған қоса 2 немесе 3 әдет қосып қойсам, тура жатар алдында істейтін. 2 немесе 3 әдет бар, тура жатар алдында. Мысалы, білмеймін, тісіңіз тазалайсыз, жуынасыз, шайнасыз, дәрет алып, намаз оқисыз. Болды, 2 әрекет. Дәрет алып, тазалану, намаз оқу. Болды. Күнде жасасаңыз жатар алдында. Күнде жасасаңыз, үшінші бір нәрсе қосып қойсаңыз да болады, кітап оқу деген сияқты. Біраз уақыттан кейін сіздің миыңызда сигнал пайда болады. Мынау тісімді тазалап, намаз оқығаннан кейін мен ұйықтайтын едім. Біздің циркадный биоритм соған бейімделеді. Енді келесі жолы сіз сол әрекет жасаған кезде сіздің ақырындап денеңіз ұйқыға дайындала бастайды. Сондықтан бұны да өте байқау керек. 5-ші мәселе, 5-ші өте үлкен қате, ол ұйқының маңыздылығын елемеу. Айтып отырмын ғой, бір кем дегенде 10 кітап оқыған шығармын ұйқы туралы, барлығынан бірі асып маңыздылығын дәлелдеп жатыр. Қалай ойлайсыз, сіз орташа есеппен бүйтіп айтайық, 90 жыл өмір сүрсеңіз, оның 30 жылын ұйықтайды екенсіз. Не үшін берілді бізге ұйқы? Білмеймін, бізді жаратып жатқан кезде бүйтіп
Түнде олар көрмейді, ну ладно, түнде ұйықтасын деді ма? Жоқ. Түнде өте үлкен процесстер бар, өте үлкен сиқыр құпиялар бар ұйқыда. Сіздің ағзаңыз түнде, сіздің миыңыз ұйықтамайды түнде, жүрегіңіз ұйықтамайды. Я бәсеңдетіледі, бірақ олар денені қалпына келтіру процесіне кіріседі. Күні бойы сіз андай денеге былай айтқанда ауыртпашылық тигіздіңіз, қинадыңыз, жұмыс істедіңіз, табыс таптыңыз, күшті білім алдыңыз. Енді түнде ми белгілі бір бөлігі өшеді ғой, жаңағы барлығын контролировать ету, бір жаңа нәрсе үйрену деген нәрсе өшкеннен кейін ми бүкіл энергияны денені қалыпқа келтіруге жұмсайды. Мелатонин сол үшін бөлінеді. Мелатонин сіздің ағзаңыздағы, білмеймін, ауыртып алған жеріңізді, мысалы сырып алған жеріңізді түнде барады емдейді. Көгеріп қалған жеріңіз бар, ол барып емделеді түнде. Өйткені түнде басқа оған кедергі келтіретін процестер аз да. Күндіз сіз біреумен сөйлесіп отырасыз, бір жаққа асығып бара жатасыз, бір нәрсе жеп жатасыз, бұл процесс маңызды болып кетеді. Ал түнде біз өзін-өзі қалыпқа келтіретін уақыт. Енді бұны кез келген сомнолог та айтады, эндокринолог та айтады, психолог та айтады, ұйқы түнде сізді қалыпқа келтіреді. Психологиялық тұрғыдан бағанағы айтқан терең ұйқы фазасында және Rapid Eye Movement деген REM деген бөлім бар, ұйқының фазасы. Сол фазада бүгін күндіз маған қатты тиген, мені ренжіткен, маған ауыр болып көрінген оқиғаларды қорытып тастайды. Содан кейін таңертең оянған кезде ойлайсыз, болмайтын мәселеге ашуланып кеттік, соны бүгін барып кешірім сұрау керек деген сияқты. Осы мәселенің барлығы түнде болады. Ұйықтаған кезде, және ұйқыңыз сапалы болса, өйткені сапасыз болса бұл процесстер жасалынбайды. Одан кейін тағы да бір өте маңызды мәселе. Бізде гиппокамп күндіз күні бойы жаңа ақпараттар қабылдаймыз. Біз бір жерден бір кітап оқып қалдық, бір кісімен сөйлесіп, бір жаңа әңгіме естідік, осындай бір подкаст көріп, жаңа бір ақпарат алдық. Енді гиппокамп қысқа мерзімді жадыма сақтайды осының барлығын. Қысқа мерзімді жадым, бірақ лимитированный. Ол күнде не істеп тұру керек? Қайтып өзін-өзі жаңартып тазалап тұру керек. Енді түнде сіз ұйықтаған кезде ұйқыңыз сапалы болса ғана, өткен терең ұйқы фазасында ғана болады бұл. Терең ұйқы фазасында гиппокамп қысқа мерзімде сақталған жадымдағы ақпараттардың ең маңыздау, керек-ау дегендерін алып қайда апарады? Ұзақ мерзім жадыма апарады. Сол кезде мынау память босайды. Яғни мен ертең өте алғыр болып жүрем, ертең өте алғыр, жаңа ақпаратқа оңай түсінетін, ақпараттарды жаңағы хаос емес, бір жүйелі түрде қабылдай алатын болам. Бұл қашан болады? Түнде болады. Түнде егер оған қоса ұйқыңыз сапалы болса ғана болады. Оған қоса денемізге қатысты. Бір күн дұрыс ұйықтамаған адам бір-ақ күн қанында глюкоза 6%-ға азайып кетеді. Енді глюкоза бұл біздің миымыздың жанармайы ғой. Енді азайып кеткен үшін не істейміз? Біз күні бойы тәтті іздейміз. Таңертең тұра сап бір жаңағы капучино с карамельным сиропом дегендерді, жаңағы бір тәтті жегім келеді. Бұның ең дұрыс жолы не істеді? Ұйқы арқылы келу керек еді бұл. Ұйқы арқылы келу керек еді. Оған қоса сіздің миыңыздың да көп процесті ұйқыға тікелей байланысты. Бірақ күн дұрыс ұйықтамаған адамның қате шешім қабылдау ықтималы 12%-ға көбейіп кетеді екен. Бірақ күн дұрыс емес ұйықтаған адамның шешім қабылдау жылдамдығы 25%-ға азайып кетеді екен. 4-тен 1, ол өте үлкен сан. Сондықтан достар, бұны ойланып көру керек. Бәлкім, мен неге жаңағы жетістікке жетпей жүрмін, неге мен түсінбеймін, неге мен кітап оқысам фокусым шашырап кете береді деген сұрақтарыңыздың жауабы бәлкім ұйқының, бәлкім емес, тікелей қатысы бар. Ұйқының сапасына байланысты деп айтар едім. Мен бір уақыттар адамдармен сөйлескенде бүйтіп айтатынмын. Мысалы, ақшам жоқ, финансың проблема болып жатыр десе, сұрайтынмын, ұйқың қалай деп. Ұйқы нашар болса, соған байланысты деп айтатын едім. Қарым-қатынаста проблема болып жатыр, бір нәрсе, ұйқың қалай деп сұрайтын едім. Ұйқы нашар десе, онда проблема сода. Не қатысы бар дейді, тікелей қатысы бар. Өйткені сіздің миыңыз хаоста қазір, ол түнде өзін-өзі тазалай алмады, өзін-өзі жаңағы емдей алмады былай айтқанда. Енді әрине бұл өте бір импульсивті болып тұр. Кез келген адаммен сөйлескен кезде құршы бар деп. Неге айтып жатсың бұны? Бір нәрсе деп айқайласып кете берді. Конечно, бұда қарым-қатынас дұрыс болмайды. Отбасымен де қарым-қатынас дұрыс болмайды. Өйткені өте шаршаңқы.
Тіпті шыдайды, шыдайды, қойшы ұрыспайыншы деп шыдайды, бірақ анау ызыңдап бір жын ұстатып тұрады да, ол кезде де қарым-қатынас дұрыс болмайды. Сондықтан тікелей ұйқыға қатысты. Денсаулығым нашарлап кетті дейді, ұйқыңыз қалай? Әйтеуір түнгі 2-де жатамыз, таңертең 7-де әйтеуір әрең көзіміз тырнап ашамыз, жұмысқа кетеміз. Содан, тікелей содан. Сондықтан достар, 5 қатемен бөлістік. 5 қатені жасамаңыз. Осы 5 қатені жасаған кезде сіздің ұйқыңыздың сапасы төмендеп кетеді. Подкастты қайтып көріңіз, маңыздау деген адамдарға жіберіңіз. Ал менің ұйқы мәселесіне көмектесетін системам ол асаны, менің өзімнің бадыйым. Асаны бадыйы ұйқы мәселесін реттеуге күшті көмектеседі. Терең ұйқы фазасын көбеюге, ішіндегі витаминдердің барлығы осы ұйқыға тікелей қатысты. Сондықтан тапсырыс бергіңіз келсе, сілтемеге өтіңіз. Описанияда және комментарийде сілтеме бар. YouTube'дан келген кісілерге жеңілдігіміз бар. Достар, рахмет көп-көп, келесі подкасттарда жолыққанша.